Армысыздар достар, бүгін Самат фартук киді, яғни социальный эксперимент барыз. Астана қаласындағы ең үздік центрдегі апайымызға бүгін жақсылап эксперимент, социальный эксперимент, яғни пранк жасаймыз. Артынша халықтың аманаты, яғни халық берген қаржыны табыстаймыз. Сондықтан осы видеоны до конца көреміз. Саламатсыз апай, қалайсыз? Сізге жаңадан келдім мен. Сіз 2 күннен кейін сіз кетеді деді? Кім кетеді? Маған көрсетіп тұрасыз ба? Не жуу керек екен? Мен кетем дедім бе? Жоқ, маған бастық айтты, сізді кетеді 2 күннен кейін. Сен көрсетеді ол апай саған деді. Қызық екен. Есіңіз кім апай? Қарлығаш. Қарлығаш, менің есімім Самат. Сен технич курс дейсің ба? Ал? Технич курс дейсің ба? Иә, 10 жылдық опытым бар мен. Бүгіннен бастап істейін деп тұрсың ба сонда сен? Бүгіннен бастап я. Күн сайын 9,5 теңге жазылады деді маған. 9,5? 9,5 алдым. 9,5 теңге жазылады деді. Ал? Қызық екен. Арғы бетте бір көрсетесіз ба апай? Арғы бетте. Не істеуім керек екен? Не істейін? Есік сүртесің ма? Ал? Есік сүртесің деймін. Есік? Сүртпек қойсам ше или? Денің салмасын? Ал? Денің салмасын? Жоқ, басқа қол жуа берсем ше? Есік сүртеді ғой? Сүртейсің. 9,5 теңге төленеді маған. Солай келістік. Мен 10 жылдық стажым бар. Есік, айнек, менде потолок бәрін сүрте бердім. Бар ма есік сүртал? Жоқ, сіз көрсетіңізші қалай сүртетін. Оны сіз немен қолданатын білмеймін ол. Кім сенің опытың бар еді ғой? 10 жылдық опытың бар еді ғой? Сүртсе бар еді есікті? Мына мен несі берейін ба? Қолдана берейін ба? Болды, ағарып қалды әпке. Сүртсе қағазбен? Жоқ, бұлайынан тұра берсін, кеуіп қалады ғой. Кім сенің 10 жылдық опытың бар еді? Мен алдында апай дәл солай істейтін едім. Себебінде кетіп қалатын тұғым. 1 сағаттан кейін кеуіп қалады. Кеуіп қалады ма? Оны сүртпесең тұра береді ғой сөйтіп? Айғыз болып па? Иә. Не істесем болады енді оны? Мән емес. Сенің бүйтіп ашылады ғой. Бұлай. Сүртін мен мә. Жоқ апай, мына мен сүрте берем. Не іздерсің? Бит іздерсің содан? Қағаздан ба? Жоқ, бит жоқ шығар бұта. Мен не қарап тұрсың? Сүртсең, кеуіп. Болды, апай. Мә, апай, ұрыспаңызшы өтініш. Мен есімім Самат. Мен сізге арнайы келдім. Бір кісінің жолдауым. Яғни осы апайға барып эксперимент түсірші деді. Сізге эксперимент түсірдім, және де кішігірім қаржы табыстайын деп едім. Бұл сіздің қаржыңыз. Нома. Иә. Бұл сізге апай. Рахмет. Осындай жек қой. Иә. Бақытты болыңыз апай, ауырмаңыз. Түсінбей қалдым негізі басында. Бұл не деп? Қазір халық айтпағанда сіз білмейтін Я дедіңіз. білмейтін, мен таң қап тұрмын. Неге жүрдім? Күніне не үшін 9,5 теңге дейсіз бе? Иә, маған 9,5 бермейді ғой деп қойдым. Рахмет. Ауырмаңыз, бақытты болыңыз, ұзақ жасаңыз. Сол апа, сізге тек қана сәттілік тілеймін. Рахмет. Ренжімейсіз ғой? Жоқ. Көңілге тиетіндей пранк болған жоқ қой? Иә? Болды апай, кән бесті әкеңіз, аналарыңыз қартаймасын. 100 жасаңыз апай.
Құрметті достар, маған тіркеліп алыңыздар, міндетті түрде төменде Каспий Голд жазулы, міндетті түрде атсалысыңыздар. Әрбір адамға, әрбір атсалысқан адамға бақыт тілеймін, үлкен рахмет, аман сау болыңыздар.